Сәлеметсіздер ме? Су тасқынынан зардап шеккен аграрлық несие корпорациясы мен Қазагроқаржының клиенттеріне қолдау көрсету үшін қандай шаралар қабылданғанын хабарлаймыз. Бірінші, сіздердің кешіктірген төлемдеріңізге айыппұл мен өсімпұл есептелмейді. Екінші, қарыз төлемін кейінге шегеру туралы өтініш пен жергілікті атқарушы органдардағы су тасқынынан зардап шеккендер тізімінде бар екеніңізді растайтын құжат қана керек. Үшінші, егер сіз жергілікті атқарушы органның, аграрлық несие корпорациясы мен Қазагроқаржының тізімінде болмасаңыз, онда аудандық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдардан форс-мажорлық жағдайдың туындағанын растайтын құжат әкелуіңіз керек. Төртінші, өтініштер 3 жұмыс күні ішінде қаралады. Бесінші, жоғарыда айтылған шарттар мен тәртіптің 2024 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша мерзімі өткен берешегі 90 күннен асқан қарыз алушыларға қатысы жоқ. Бірақ мұндай қарыз алушыларды қолдау мақсатында 2024 жылдың 1 сәуірінен 30 маусымына дейін айыппұл немесе өсімпұл есептелмейді. Толық ақпаратты agrokredit.kz сайтынан оқи аласыздар.